өте дәмді болып шығатын менің отбасым сүйіп жейтін тағамның рецептісімен сіздермен де бөліскім келеді. Бұл тағам қарапайым көрінгенімен жасалу жолы өте оңай әрі дәмді. Барлық ингредиентті описание бөлімінен көре аласыздар. Ең алдымен күрішімізді дайындап алайық. Үлкен сорпаға арналған кесемізбен 1,5 кесе күрішімізді есептеп салып алатын боламыз. Күріш салған ыдысымыз міндетті түрде үлкен болғаны жөн, себебі су құйғанда төгіліп кетпейді. 4 рет немесе 5 рет жуып, мына күрішіміздің суы мөлдір болғанша тазалап аламыз. Мен сіздерге этап-этаптарымен көрсетіп шықтым. Қаншалықты жусақ, күрішіміз қаншалықты таза болатынын. Күрішіміз тап-таза болған кезде, біріншіден күрішіміз қазанымызға жабыспайды, екіншіден өте әппақ болып піседі. Келесі кезекте қызып тұрған қазанымызға сары майды саламыз. Сәл ерітіп аламыз да, астын қатты отқа қойып, мынау сары майымызды ерітіп алып, үстіне жаңағы күрішімізді саламыз, жуылған таза күрішімізді салып, асты жабысқанша араластырып отырып қуырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қуырып алдық. Асты сәл жабыса бастағанда, бағанағы күріш салған ыдысымызбен 2 үлкен кесе ыстық қайнаған суымызды құятын боламыз. Суды құйғаннан кейін газдың астын өте жай жылдамдықпен қойып, қақпағын жауып, шамамен 20 минутқа қойып қоямыз. Айтпақшы, тұз салуды ұмытпаңыздар. Күрішіміз піскенше келесі кезекте тауықтың төс етін мен дайындап аламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кубиктап турап аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Бірақ маған осылай кубиктап тураған өте ыңғайлы. Келесі кезекте пиязымызды да осылай ұсақтап 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Қызып тұрған сковородкамызға сұйық майды құйып, бір қыздырып аламыз. Үстіне жаңағы кесілген, яғни туралған тауық етімізді салып, тағы да бір қуырып аламыз. Сәл қуырылғаннан кейін үстіне жаңағы туралған пиязымызды салып, бір келкі болғанша барлығын қуырып аламыз. Осы кезекте біз сметанаға суды құйып, осындай масса жасайтын боламыз. Осы массамыздың үстіне чеснокты салып, тағы араластырып аламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, паприка және тұзды саламыз. Одан кейін бір қасық ұнды салып, тағы бір рет араластырып аламыз. Қуырылған жаңағы тауық етіміздің үстіне жаңағы сұйықтық массамызды құйып, тағы бір араластырып, қақпағын жауып, шамамен 10-15 минут пісіріп аламыз. Осындай масса бізде пайда болады. Өте дәмді осындай тауық етінен жасалған подлива пайда болды бізде. Келесі кезекте осылай мен шашкаға күрішімді салып алдым. Сіздер немесе қасықпен жай ғана жайып шықсаңыздар болады. Мен сияқты осылай кесеге істесеңіздер болады. Ол үшін міндетті түрде кесенің ішіне сұйық майды жағып шығыңыздар. Сол кезде жан жағы жабыспай осылай дәмді тамақ шығады.